1 миллион теңге кімдерге берілмек? Ол қандай топтағы адамдарға берілетін болады? Қандай шарттары бар? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны толық қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақстанда жастарға өз идеяларын жүзеге асыру үшін миллион теңге алуына мүмкіндік беретін жоба іске қосылды. Бұл бағдарлама жайлы Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. Мәдениет және ақпарат министрлігі жастар және отбасы істері комитетінің төрағасы Қайрат Қамбаров жобаның уақытша жұмыссыз жүрген жастарға арналғанын айтады. Бұл жұмыспен қамту және білім беру салаларынан тыс, уақытша жұмыссыз білім беру ұйымдарында оқымайтын, кәсіптік даярлықтан немесе қайта даярлаудан өтпеген жастар деп түсіндірді ол. Жас проект қатысушылары жергілікті қоғамдастықтардың мәселелерін шешуге бағытталған әлеуметтік жобаларға конкурстық негізде 1 миллион теңгеге дейін шағын гранттар ала алады. Қаржыландыруды алу үшін қатысушылар мынандай талаптарға сәйкес келуі керек. Біріншіден, Қазақстан азаматы болуы. Жасы 18 жастан 35 жасқа дейін. Өтініш берген кезде өңірде тұрақты немесе уақытша тіркеуде болуы. Өтініш беру кезінде уақытша жұмыссыз жастар мәртебесінде болуы қажет. Конкурс 25 наурызда басталады. Өтініштер 24 сәуірде сағат 23:59-ға дейін қабылданады. Байқау қорытындысы 15 мамырда жарияланады. Бұл жалпы республика бойынша өткізілетін гранттар туралы ақпарат. Жобаға барлығы 360 миллион теңге бөлінген. Оның 280 миллион теңгесін қатысушылар алады. Қалған сома шенеуніктің айтуынша түсіндіру жұмыстарына жұмсалады. Бұдан бөлек, бүгінде Түркістан облысында да жастар саясатын дамыту және жұмыссыздықты азайту мақсатында мемлекет тарапынан қайтарымсыз гранттар бөлініп жатыр. Одан бөлек, ниет санатындағы жастар үлесін төмендету мен ауыл жастарын қолдау мәселелері де қарастырылған. Осы ретте биыл жас проект жобасы аясында ниет санатындағы жататын жастарға өз жобасын жүзеге асыруға 1 миллион теңге беріледі. Байқау аясында 20 жас жеңімпаз атанбақ. Одан бөлек 2021-2025 жылдары кәсіпкерлікті қолдауға арналған ұлттық жоба аясында 621 жасқа 2,5%-бен 5 миллион теңгеге дейін несие берілетін болады. Биылғы жылға жастарға жалпы 3 миллиард 105 миллион теңге бөлініп отыр. Жас проект жобасына жұмыссыз болып тіркелген, мүгедектігі бар, сондай-ақ жоғары білімі жоқ 21 және 35 жас аралығындағы жастар қатыса алады. Байқау жеңімпаздарына қаражат қолға берілмейді. Тек кәсіпке қажетті құрал-жабдықпен қамтитын мекеменің шотына аударылмақ. Өңір бойынша 19 наурыз және 25 сәуір аралығында жоба үлгілері қабылданып, жеңімпаздар 20 мамыр күні анықталатын болады.